Сәлем достар, сендерді осы жақында ғана болып өткен жаңа жылдармен алғаш басында құттықтап өтейін. Сіздерге барлықтарыңызға зор денсаулық, мол бақыт. Осы 2018 жылы сіздерге бақыт әкелсін. Осы ең керемет жылдардың бірі осы ит жыл болсын демекпін. Бүгін мен сіздерге мен оқуға мен универге түстім, Ақтөбе қаласындағы. Сол енді универде бізде бірінші семестр аяқталды. Енді бірінші семестрде қазір бізде экзамен басталайын деп жатыр. Енді сол бірінші семестрде қандай кітаптар қажет болды, қандай пәндер оқыдық, не туралы болды, қай пән қиын болды, сол туралы айтып кетсем деймін. Қойып жіберейін. Ең бірінші бізде барлығы жалпы 6 пән болды. 6 пән, 3 лекция болды. Лекциялар туралы айтатын болсам, лекция бірінші молекулярлық биология және медициналық генетика деген пәннен лекция болды. Молекулярлық биология деген пән өттік. Ода кәдімгі жасушаның құрылысы, құрамындағы органоидтар, ДНК, нуклеин қышқылдары, наруздар, майлар, солар туралы өтесіңдер. Өте қызықты пән. Бұл 2 семестр жалғасады, яғни 1 жыл оқисың. 2-ші семестрде медициналық генетика өтеді. Ол кезде түрлі тұқым қуалайтын аурулардың себептері солар туралы болады. Біз тек молекулярлық биологияны оқыдық. Ода лекция болды. Лекция енді жалпы лекциясы ұзақтығы бізде 1 сағат болады, немесе 2 сағат болады лекция ұзақтығы. Енді сол молекулярлық биологиядан сабақта болады. Ол сабағы қазір кітабын көрсетемін сіздерге, молекулярлық биологияның. Бізге жалпы 17 кітап берді, бірақ 17 кітаптың барлығын оқыған жоқпыз. Себебі кейбір 3 кітап анатомияның кітабы болды. Анатомия енді 2-ші семестрде басталады. Және бір медициналық генетикаға арналған кітап болды үлкен. Оны да қолданған жоқпыз. Тек сол ғана деп ойлаймын. Міне, осында кітап оқыдық. Біз молекулярлық деп жазады, бірақ молекулярлық деп аталады. Осында кітап, көп кітап. Осында кітап оқыдық. Жалпы осында сол туралы жазылған, молекулярлық биология. Одан кейін бізде келесі лекция ол химия деген пән. Химия пәнінен лекция. Химия өте күрделі пән екен. Ода біз деген мектептегіден өткеннен гөрі бұл тереңірек өтіледі. Яғни тек адам ағзасына қатысты нәрселерді ғана өтесіңдер. Мысалы, зат алмасу сынды нәрселерді, сондайларды өтеміз. Химия маған ең қиын болған, яғни күрделі болған пәннің бірі осы химия деп айтамын. Яғни химияны түсіну енді көбірек оқуың керек, көбірек ізденуің керек, дайындалуың керек химияға. Химияның кітабы көп енді. Мынандай кітап берді бізге химиядан. Бірақ бұл кітап сонымен мына кітап туралы айтып жатыр едік. Жалпы бұл кітапты біз қолданған жоқпыз, себебі бұда жазылып тұрғандай тәжірибелік сабақтарға нұсқаулық оқу құралы ретінде. Яғни бұда біз деген оқитын нәрсе жоқ, бұда тек мысалға бақылау сияқты сұраққа жауап бересің, сондай кітап. Одан кейінгі осындай қызыл кітап болды. Бұл өте маңызды кітаптардың бірі. Бұда органикалық химияның көп берілген, қалың, міне көріп отқандарыңыздай. Осы кітапты біз көбірек оқыдық 1-ші семестрдің басында. Одан кейін міне биорганикалық химия. Бұл биорганикалық химияның ішінде де кейбір мәліметтерді қолданасың, жазасың. Студенттің өзіндік жұмыс жазған кезде осы қызыл кітапты қолданған, және осы кітапты қолданған, тағы да басқа кітаптарды қолданған. Өте жақсы, пайдалы. Одан кейінгі кітап биоорганикалық химия деген кітап бар. Жалпы бұны мен дым қолданған жоқпын деп айтсам болады. Маған ешқандай пайдасы тиген жоқ бұл кітаптың. Одан кейін мынандай күлгін түсті
органикалық химия бар. Бұның арасында қолдандым. Ішінде мәліметтер қысқа берілген, бірақ өте маңызды мәліметтерді беріп өткен. Осы кітап жақсы кітаптардың бірі. Одан кейін соңғы кітап па? Жоқ, әлі соңғы кітапқа келген жоқпыз. Одан кейін андай ақ кітап бар. Биорганикалық химия. Бұда да солай. Бұда мәліметтер жақсы берілген. Бұны осыдан да қарап оқыдым мен. Кітаптан. Одан кейінгі осы кітап. Бұл биорганикалық химия. Осы бірінші семестрдің алғашқы жартысында мен қызыл кітапты қолдансам, анағы үлкен. Екінші семестрінде осы кітапты қолдандым. Бұл кітапты мен кітапханадан алып алдым, өзім барып, бұлай маған берген жоқ. Өйткені бұл кітап маған керек болды, сондықтан осыны алған едім. Жалпы химиядан осылай. Жалпы бізде молекулярлық биологиядан айтып кететін болсам, молекулярлық биологиядан бірінші семестрдің бірінші рубежкісінде аралық бақылауында ауызша болды, 40 сұрақ, 44 па, 40 па сондай сұрақ. Екіншісінде де солай, екінші рубежкісінде де ауызша болдық. Ал химиядан біріншісінде ауызша болды, қанша сұрақ екенін ұмытып қалдым. Ал екіншісінде тест болды. Тест түрінде болды. 230 ба сондай сұрақ. Келесі пән орыс тілі пәні. Орыс тілі пәнінен лекция болмайды. Жалпы бұл кітапты дым қолданған жоқпыз, біз апарған да жоқпыз ешқандай. Оның ішінде өздері методичкалар береді. Сол методичкалардан қарап жазасыңдар, оқисыңдар. Орыс тілі жалпы өте көп болды. Бірінші семестрде аяқтап тастауға тырысқандықтан барлығын, мысалға бір аптада бізде 4 орыс тілі болды. 5 рет оқитын болсақ, 4 рет орыс тілі болды. 2 сағаттан және 3 сағаттан кезектесіп келіп отырды. Одан екеуіне де, екі аралық бақылауда да ауызша болды. Енді сессиясында да ауызша болады. Одан кейін коммуникативті дағдылар. Коммуникативті дағдылар өте қызықты пән. Түрлі ойындар ойнайсың, пациентпен қалай сөйлесу керек, қалай құрмет көрсету керек, қай жерде не айту керек, ауруын, шағымын қалай сұрау керек, сол туралы өтесіңдер. Бұл сабақтың ұзақтығы, мысалы таңғы сағат 8-ден басталса, түскі сағат 1:30-ға дейін, 1-ге дейін болады. Қызық сабақ жалпы айтқанда, өте қызық сабақ. Аптасына бір-ақ рет болады. Және бұл екі рубежкаде де, екі аралық бақылауда да тест түрінде болды. Өте оңай болды. Және сессия кезінде бұл екі этаптан тұрады екен. Біріншісі ауызша түрде, яғни пациентпен қалай сөйлесу керек туралы, соның нәрсесін, коммуникативті дағды туралы айтып отырасың. Мысалға, бірінші қалай пациент кірсе, соны қалай амандасасың, соның барлығын қарайды. Қалай шағымдарын сұрайсың дегендей. Ал екіншісі тест түрінде болады. Мен неше пәнді айттым? Химияны айттым, молекулярлық биологияны айттым, орыс тілін айттым, коммуникативті дағдыны айттым. Бізде 6 пән емес екен. Одан кейін тарих. Тарихтан бізде лекция болады. Лекция сағат 2 сағатқа созылады. Тарихта жалпы бұл қазіргі заманның тарихы, біз бұрынғы өткен тас ғасырындағы дәуірлерді оқымаймыз. Тек қазіргі 20 ғасырдың басынан бастап оқып шығамыз. Бұда ауызша болады. Екі рубежкаде де ауызша болды. Аралық бақылауда да ауызша болады. Аптасына бір-ақ рет болады. Одан кейін, химияның бірді кітабын кеттім. Мынандай көп кітап бар. Бұл кітапты қолдандым. Оның ішінде тек биорганикалық химия бар. Биорганикалық. Жалпы айтып отқанда химияның кітабы көп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кітап бар екен химиядан. Келесі пән информатика. Информатика енді медиктерге не үшін қажет? Әрине, компьютерді білу үшін, заманауи технологияларды қолдану үшін қажет. Сондықтан оқиды екенбіз. Информатика бұл кітабын арасында қолданамыз. Және де информатикада кәдімгідей мектепте өткен сабақтар, программалар, сол мектептің программасы тест түрінде болды. Екі рубежкаде, сессияда тест түрінде болады. Мен қандай пән айтпай қалдым? Мен бәрі айтқан сияқтымын жалпы айтқанда. Биология,
химия, орыс тілі, коммуникациялық дағды, тарих, информатика. Бәрін айтқан екем, және дене тәрбиесі бар, кәдімгі барлықтарға белгілі дене тәрбиесі, кәдімгі сабақ. Кәдімгі гипсочет тапсырасың, жүгіресің дегендей, секіресің дегендей сондай нәрселер. Не осылай, бізде осындай пәндер өтеміз біздер. Жалпы оқысаң қиын емес, тек басында үйрену қиынырақ болады, бірақ келе-келе үйреніп кетесің. Қалған сұрақтарыңыз болса, қоя жатарсыздар деп ойлаймын. Барлық нәрсені айтқан сияқтымын. Сессия бізде 8-де басталады қаңтардың, 20-сына аяқталады, және 2 апта демаламыз. Не осылай.